Саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Сіздермен бүгін Зайна Елмекбай қызы. Бүгінгі тақырыбымыз температура және термометрлер. Жалпы температура дененің жылулық күйін сипаттайтын физикалық шама. Жылу алмасу екі дене жанасқанда жылу берілу жолымен жылу энергиясының қаттырақ қыздырылған денеге өту процесі. Термометр өзімен жылулық байланыста болатын дененің температурасын өлшеуге арналған құрал. Термодинамикалық параметрлерде макродененің күйін сипаттайтын физикалық шаманы айтады. Оған қысым, көлем, температура жатады. Термодинамикалық процесс дегеніміз қандай да бір термопараметрлердің өзгеру құбылысы немесе жүйенің бір күйден екінші күйге өтуі. Абсолют температуралық шкаласы. Абсолют температура шкаласында тұңғыш температуралардың шкаласын физикалық құбылыстың негізін жасаған ағылшын физигі 1848 жылы Томсон Уильям ғылыми жетістіктері үшін Лорд Кельвин атанған. Цельсий шкаласы бойынша 273 градус Цельсий температураға 0 градус Кельвин сәйкес келді. Бұл мынадай байланысты көрсетеді. Абсолют температура тең болады Цельсий шкаласымен берілген температураны 273 градусқа қосқанға, 273 деген санға қосқанға тең. Дене қызуы мен температураны өлшейтін аспапты термометрлер дейді. Оларды тікелей жанастырсақ, температуралар теңеседі, яғни жылулық тепе-теңдік орнайды. Термометр қайнау, суық, қайнау, ыстық, салқын жылу топтастыру стратегиясы болып саналады. Жалпы энергетикалық температура Больцман тұрақтысы. Алдарыңызда суретте сутек, оттек және гелий толтырылған көлемдер бар, шариктер мұзды атмосфералық қысымда еріп бара жатқан мұзға салынған. Ыдыстардағы молекулалар саны белгілі. Енді мұндағы қатынасымыз қысым көлемінің көбейтіндісі молекулалар санына қатынасы бізде тұрақты шама болғандықтан бізге ондағы 3,76 көбейтілген 10-23 дәрежесі джоульға тең. Бұл тәжірибені әрмен қарай жалғастырып, ыдыстарды қайнаған суға салып, қайтадан осы шамалардың қатынасы анықталса, онда ол шамамыз қайтадан 5,14 көбейтілген 10-23 дәрежесі джоульға тең болды. БВ-ның N-ге қатынасы Q деп белгіленді, және ол Q шамасы энергетикалық температура деп аталды, және оны тетта деп белгілейміз. Энергетикалық температура мен Кельвин шкаласы бойынша температураның байланысы Q тең К көбейтілген Т. Ондағы К Больцман тұрақтысы. Больцман тұрақтысы анықталған, ол 1,38 көбейтілген 10-23 дәрежесі джоуль бөлінген Кельвин шамасына тең. Температура молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі. Дене температурасы молекулалар қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы мен қозғалыс жылдамдығына тәуелді. Мұнда молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін P тең NK-ті мына шамалар арқылы қатынасын аламыз. Мұнда P тең 3,2 көбейтілген N молекулалар шоғы және кинетикалық энергияның көбейтіндісіне тең. N шамасы бізде молекулалар шоғыры концентрациясы молекулалар санына тура пропорционал, ал көлеміне кері пропорционал болып саналады. Енді осы формуланы, осы қатынасты бірінші алдағы формулаға келіп қоятын болсақ, бізде мынадай қатынас шығады. ПВ-ның N-ге қатынасы тең болады 3,2-ның 2-ге көбейтіндісіне. Осы екі өрнекті ала отырып, бізде формулаларды қорыта келе, біздің энергиямыз 2,3 К көбейтілген Т-ға тең. Яғни соңғы формуладан молекулалардың бейберекет қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы мен абсолют температура арасындағы тәуелділік туралы пропорционалның екені шығады. Енді жалпы алдымызда алғашқы термометрлердің түрлері.
Алгачкы термометрлердин түрлөрү. Эң алгачкы жасаган термометрлер бул Галилей термоскопун атасак болот. 1592 жылы Галилей температура өзгөрүштерин бакылоо үчүн алгачкы коңуроолук термоскопту ойлоп тапты. Сол кезден баштап термодинамика тарыхы дамыды деп айтсак болот. Если Галилейдин термоскопун армен карай 1657 жылы Флоренция калымдар жетилдирди. Улар аспапка шкала орнатып, шариктеги трубкадагы сууду алып тастады. Сөйтүп бул жерде сандык маанин көрүүгө болатындай жумуш жасады. Шкаланын четки нүктелерин 1694 жылы Карло Ринальдини жасады. Муздун балкуу температурасын 0, ал суудун кайноо температурасын 100 градус деп эки четки нүкте иретинде сунду. Келесі шкала бұл Фаренгейт шкаласы. Оны 1714 жылы Фаренгейт сынап термометрмен дайындады. Бұл жерде Фаренгейт термометрдің төменгі нүктесі 32 градус Фаренгейт, тұздың қату температурасы, 96 градус Фаренгейт бұл адамның дене температурасының жоғарылауы болып саналды. Келесі шкала Рёмер шкаласы. Рёмер шкаласын 1540 жылы француз физигі Рёмер спирттік термометр ұсынды. Оның тірек нүктелері судың қатуы 0 градус Рёмер және қайнауы 80 градус Рёмер температураға болып саналды. Рёмер осы нүктелердің арасында су өз көлемінің 0,8-ге ұлғаятынын көрсетті. Кейін спирттің орнына ұлғаю коэффициенті температураға тәуелді көп өзгермегендіктен сынаптық бір қалыптық шкала бұл сынапты қабылдап алған болады. Келесі Цельсий шкаласы 1742 жылы швед физигі қазіргі заманғы ғылым мен техникаға аса кең таралған шкаласы бар термометрді енгізді. Оның тірек нүктелері ретінде судың қатуы 0 градус Цельсий, қайнауы 100 градус Цельсий температура алды. Төменгі температуралардың өзгерісі кезіндегі теріс сандарды құтылу үшін Цельсий алдымен 100 градус Цельсийді. Судың қату нүктесі ал 0 градус судың қайнау нүктесі деп қарастырылды. Кельвин шкаласы келесі. Бұл 19 ғасырдың басында ағылшын ғалымы Лорд Кельвин абсолюттік термодинамикалық шкаласын ұсынған болатын. Сонымен қатар Кельвин абсолюттік 0 тұжырымдамасына негізделген молекулалардың шұғыл қозғалысын тоқтайтын температурасын анықтады. Ол Цельсий бойынша 273,15 Цельсийға тең. Берілген шкала бойынша Цельсий шкаласында 0 градус, ал Кельвин шкаласында 273 градусты көрсете алды. Цельсий және Кельвин шкалалары бойынша және Фаренгейт температуралар арасында байланысты мына кесте бойынша көруге болады. Цельсий шкаласында 0 градус, Кельвин шкаласында 273, Фаренгейт шкаласында 32 градусты көрсете аламыз. Алдымызда термометрдің түрлері бар. Көрсетілген сұйық заттар арқылы жұмыс істейтін термометрлер, электрлі термометрлер, механикалық термометрлер, инфрақызыл термометрлер. Берілген термометрлердің барлығы қолданыста. Қазіргі күнде біздің мүмкіншілікке қарай инфрақызыл термометрлер көп қолданыста. Жалпы температуралар мен термометр жайлы ақпарат осындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп